Сәлем, бүгін бізде 7 қараша. Бүгін бағған октябрьдің концерті. Соған келдім. Енді кіргізе бастады адамдар сағат 6. Әрде көптеген адамдар келді. Өте әдемі, мәдениетті. Қарасаң көзін тоятын адамдар көп. Атмосферасы күшті, наверное. Бір мәдениетті адамдардың ортасында жүргендеймін. Солай сезініп тұрмын өзім шыны керек. Мүмкін кішкене түсірермін концерт барысын. Көрем. Сондай жағдай. Күн жақын. Ой. Күн жақын сақырым. Мен алысталдым. Тұрмысым. Outfit also there. Look at this. Look of the day like this. Әрде көптеген адамдар суретке түсіп жатыр. Солардың қатарында мен де бармын. Иә. Он 15 минуттан кейін басталу керек. Иә. Сәлем достар, бүгін 4-ші желтоқсан 2024. Бүгін мен құлақ қаптарымды алдым. Бұрынғы құлақ қабым AirPods құрыды, сынып қалды. Яғни құрыды деген мағынада ол дегеніміз 2020-да алған алғашқы AirPods беспроводный наушнигімді кішкентай араға 4 жыл салып, бір жағы істемей, қуып, бір істемей кетті да, құрыды, сынды, қирады. Сондықтан тура сондай, бірінші поколение дейма, екінші поколение дейма, білмеймін, кіргір ғой сұрт. Надеюсь, дұрыс істейді деген үміт бар. Қараңдар. Ол бұл нешінші AirPods with charging case. Бірау, бұрынғым сияқты бастысы жақсы істесе болды. 6 айға дейін жетеді екен. Гарантиясы бұнда. Неге қазақша жоқ, нәрде гарантияны талуынан. Тек қана орысша. I don't like it. Запечатанный, якобы. Надеюсь, что реально запечатанный. Просто сырты кір-кір. Қирап, тепкілеп, жүрген сияқты ғой. Я сегодня топчик такая, просто жұмыстан кейін сағат кешкі 7-ден 50 кетті да. Кішкене шашап тұрғаным бар да, содан кішкене токсик болып отыр. Хотя мен нормально адам токсик емес. Не нормально, не нормально. Тише. Мен қалай пашамайт аламын. О, где? Я решал, я не различаю. Первое поколение, второе поколение. Паста стесет. Что? Оригинал. Өйткені бағасы оригинал кіндей. I hope that это оригинал. Қысқасы іске қосам, сосын көремін. Зарядкаға қойдым, енді лошадь көремін. О, қосылды. Ох уж этот звук ненің AirPods, потому что көп болды мен AirPods-ты кимегелі. Ол жоқ. істеп тұр бәрі жақсы. Сәлем достар, бүгін. Ақ бітеймін? Мен мамыз ба?
Ты еще сам бала деген. Неге бар, бұға айтсам. Просто қара адамды бірінші рет көріп тұрған сияқты. Айта ана ксилофобияға жол жоқ.